Сәлем қыздар, бүгін үй жағдайында қопсытқышты разрыхлительді қалай жасаймыз сонымен бөлісетін боламын. Ол үшін міндетті түрде осы видеоның ақырына дейін көріп шығыңыздар. Бізге керек заттар сода, лимон қышқылы, крахмал картофельный и ұн керек болады. Осы 4 заттан жасалынатын қопсытқыш. Іші құрғақ ыдысымызды алып, осы заттардың барлығын саламыз. Қанша мөлшерде екенін мен астына құрамына жазып кетемін. Жақсылап осы затты салғаннан кейін араластыру керек. Bir жерінде лимон қышқылы, бір жерінде содасы көп болып қалмау керек. Жақсылап араласу керек қыздар. Мен дәл осындай столовый ложкамен саламын. Мен дәл осы разрыхлительді үйде жасап, қолданып жүргеніме 2 жыл болды. Дүкендегі сатып алатын разрыхлительден еш айырмашылығы жоқ. Мен пирогтарымның барлығына, не пісірсем де барлығына осыны қолданамын қыздар. Егер сіздер мөлшерін жақсылап салсаңыздар, біреу көп, біреу аз болмау керек. Жақсы разрыхлитель шығады. Қыздар, егер қасықтың мөлшерін білмесеңдер, осылай көбірек салып алып, бетін былай қырқып тастасаңыздар, ыдыспен тегістеліп, сол кезінде мөлшері шығады. Мен ұнды, крахмалды барлығын осылай етемін. Қасыққа артық қып салып, бетіндегі томпайып тұрған артығын алып тастаймын. Сол кезінде өз барлығы бірдей нормада шығады. Осылай барлығын жақсылап араластырғаннан кейін, осылай өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа салып аласыздар. Керек кезінде қолдана бересіздер шетінен алып. Менің видеом пайдалы болса, подпискиді басып, тіркеліп қойыңыздар. Сонда барлық видеоларым сіздерге көрініп тұрады. Көргендеріңізге рахмет.